Көзіңіз іріңдесе аскөк тұнбасымен емдеңіз. Көзге инфекция түскенде қышып, қызарып, жасаурап, іріңдеп белгі береді. Мұны дер кезінде емдемесе ауру асқынады. Жоғарыдағы белгілер байқала бастағаннан ақ дәрігерге тексерілуге асығыңыз. Ал одан бөлек үйде мына әдісті қолдану арқылы көзіңізді вирустан қорғай аласыз. Алоэ бірде-бір көлемде балғын алоэ шырыны мен қайнаған суды араластырыңыз. Дайын болған емдік сұйықтықты күніне 4-5 рет көзіңізге тамызасыз. Калонхоэ шөбін сығып сөлін аласыз. Сосын 2 тамшыдан мұрныңызға тамызасыз. Ал балаларға қолданар алдында бірдей көлемде қайнаған сумен араластыруды ұмытпаңыз. Емді тәулігіне 1 рет қолдану керек. Түймедақ 3 ас қасық кептірілген түймедақ гүлін 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 1 сағаттан соң дайын